Хабар агенттігінің тапсырысы бойынша Джевис ұсынады. Алтынды ерткенмен жез болмайды, жібекті жуған менен бөз болмайды деген атам қазақ. Ақиқатында алтынның қадірін уақытында біліп, алтын сөзін қастерлі ұғымға айналдыра білген ұлт пен ұлыс бұл дүниеден екен саяқ. Қазақстандық Тутанхамон, бәлкім Тутанхамонды мысырлық алтын адам деу керек шығар. Кім білсін, бірақ мәселе бұда емес, мәселе басқада. Алтын адамның өз іспеттес жәдігерлермен салыстырғанда, оның рухының күштілігінде. Алтын адамның асқақтығында, оның сән салтанатында, эстетикалық һәм тарихи ұлы туынды ретінде құндылығында. Қараңыз. Шошақ келген тәждің биік болуы, өзім жетпеген жерге басым жетеді. Ал төрт тарапты меңзеп тұрған төрт алтын жебе дүниенің төрт бұрышы менің толықтай мойындап, дәргейіме бас ұрады. Ол жерге де пәрменім жетеді. Ал егер мойындамаса, бас имесе, тұяғынан от шашқан тұлпарлар жетеді дегенді білдіргендей, бір-біріне қасқая қараған қос пырақ дәл қақ ортасынан орын алады. Дәл қасына келіп қарасаң, айбат сезіледі. Қарсы шапқан арыстандай мысы бар. Ең қызығы, бұл әлі тоғыспаған, түбегейлі тақ иесіне айналып үлгермеген жас ханзада. Әгер әке бұл кемеліне келген, төрт тарапқа әмір жүргізген билеуші болса қайтер еді? Жасының өзі мынадай болса, басы қандай болар еді? Елестетудің өзі қиын. Ал бұл феномен, ұлтымыздың тарихы, мызғымас тұғыры. Енді сұрақ, неге алтынмен әшекейлеп жерледі екен? Бәлкім, ұлы даланы ұрпағына аманаттаған бабалар алтыннан да қымбат дүние барын кейінгі ұрпағының жадына тоқу үшін бұл ханзаданың киімін алтынмен аптаған шығар. Кім білсін, алтыннан қымбат уақытты бағалай білейік. Бұл да қазақтың мінезі. Бұл сенің болмысың.